Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін өзіңді бағалау туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Өзіңізді бағалаудың 6 ережесін ұсынатын боламын, тыңдап көріңіз. Өзімді қалай қабылдасам болады? Басқалармен салыстырғанда өзіңізді төмен санайтын болсаңыз, мына кеңестер сізге көмектесетін болады. Өзіңізді бағалау айтып тұрғандай, өзіңізді қалай бағалайсыз, жұрт та сізді солай бағалайды. Сол үшін өзіңізді жоғары, табысты жұмысқа, ыңғайлы қарым-қатынасқа, тағы да сол сияқты жоғары жетістік пен жақсы дүниелерге лайықпын деп шешімді саналы түрде қабылдаңыз. Көп жағдайда ондай шешім қабылдауға біздің бала күнімізден келе жатқан комплекстарымыз, блоктарымыз, ұстанымдарымыз, бет әлпетің осылай болу керек, шаш осындай болу керек деп сөйлеп шаблондар кедергі келтіреді. Ал мұндай ойдан кейін мен ондай емеспін, демек мен дұрыс істемеймін деген сияқты өзіңді мүлдем басқаша біреумен салыстырып өзіңізді төмен баға бересіз. Мынаны жақсы ұғыну керек. Сен басқа жағдайда да, ол адам басқа жағдайда. Тіпті бір жағдай болған күннің өзінде сені бұл өмірде ешқандайда ешкімге ұқсамайсыз. Сол үшін бүгіннен бастап өзіңізді біреумен салыстыруды қойыңыз. Екіншіден, қолыңызға қағаз бен қалам алып, бір бағанаға өзіңіздің жақсы жақтарыңызды, өнеріңізді, мінез-құлық, жағымды әдеттеріңіз жайлы жазып шығыңыз. Екінші жағына керісінше жағымсыз мінездеріңізді жазып шығыңыз. Өзіңізден барынша шынайы болыңыз. Сол кезде нақты өзіңіз жайында картинка пайда болады. Енді осы жақсы, жаман қасиеттердің барлығын сіздің бір бөлшегіңіз ретінде қабылдаңыз. Барлық мінезіңізді жақсы көріңіз. Ол менде бар деп қабылдаңыз. Олар маған көмектеседі деп қабылдауыңыз керек. Сізге бірден жеңіл болады. Бұл жаттығудан кейін жазылған жағымсыз қасиеттердің бетіне тура қарап, онымен саналы түрде жұмыс жасай бастайсыз. Дәл қазір 10 адамға хабарласып, немесе сообщение жазып, 2-3 досыңызға, танысыңызға, туысыңызға қоңырау шалып, оларға сіздің мінезіңіз, іс-әрекетіңіз, әдеттеріңіз ұнайтын жақтарын сұраңыз. Солардың жазып, оқып жүріңіз. Бұл өте керемет жаттығу, мен де жасап көргенмін. Өзіңізді бағалаудың шкаласы өте қатты көтеріледі. Сіз өзіңіз ойлағаннан да керемет жансыз. Тағы бір маңызды тәсілдің бірі, күн сайын күнделікке менің қолымнан келеді деген дүниелерді жазып отыру керек. Бұл да жақсы көмектеседі, өйткені сіз бұл өмірдегі барлық нәрсеге оңай жете аласыз. Одан кейін ол психологиялық тұрда чакра деген нәрселер бар, соларды сіздің мінезіне сай өзіңізге деген сенімділігін арттырады. Бұл чакра деген нәрсе жақсы жұмыс істеуіне, спортпен айналысу ықпал етеді. Спортпен айналыссаңыз, сіздің өзіңізге деген бағалауыңыз жоғары болады. Өзіңізге ғашық көзбен қарап үйреніңіз. Ол үшін сізге махаббатпен жылы қарайды, соны еске түсіріңіз. Анаңыз, немесе ұстазыңыз, немесе жолдасыңыз болуы мүмкін. Соның сезімін ұстап алуға тырысу керек. Сосын өзіңе сондай қарауды әдетке айналдырыңыз. Үнемі жақсы көңіл күймен айна қарап жақсы сөздер айтыңыз. Бізде өз-өзді бағалау төмен болудың әлеуметтік желіде әсері қатты. Себебі инстаграмға қарап жұрттың бәрі ақшаны миллиондап тауып қыдырып жүр. Ал сіз үйде алба-жұлба болып отырған сияқты көрінесіз. Ол жай желідегі өмір, онымен өзіңізді салыстырудың қажеті жоқ. Қаласаңыз сіз де солай жүре аласыз. Сосын алдыңызға дұрыс мақсат қоя біліңіз. Сіз үшін ең маңызды, соны анықтап, ұнамайтын қасиетіңізден құтылуға тырысыңыз. Ең жақсысы ұнамайтын мінезіңізді дұрыс бағытқа бұру. Мысалы, менің ешкімге жоқ деп айта алмаймын дейтіндер болады. Соған өзімнің ашуым келетін. Ал кейін ол арқылы Құдайдың жақсылығы келіп жатқанын түсіндім. Осыдан кейін көңілім орнына түсті. Сіздерге де осындай пайдалы кеңес ұсынар едім. Пайдасы тисе қуанамын. Нәтижесін бөлісуді ұмытпаңыз. Егер сізге осындай видеолар ұнайтын болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.